Ассалаумағалейкум, бро. Қалайсың? Байқадың ба? Неге саған кейбір адамдар сондай бір тартымды болып тұрады? Олар буквально қоршаған адамдардың барлығын өздеріне бүйтіп оп-оңай баурап алады. Хотя негізі сондай бір әдемі емес, бір барып тұрған бір красавчик емес. Ал кейбір адамдар наоборот, әдемі болса да сөйлессем бар ғой, сондай жағымсыз болып тұрады ғой. Жақсы жаңалық мынада, сен де тура солар сияқты тартымды, харизматты, әрі басқаларға, өзгелерге жағымды бола аласың. Потому что ол адамдар туа салбондай болып кеткен жоқ. Олар өз қабілеттерін жүре келе қалыптастырып алды. Сондықтан да осы видеода саған тартымды болудың 5 жолын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көр. Нөмір 1. Күле біл. Турана Мадагаскардағы пингвиндер сияқты ғой. Улыбаемся, джентльмены, улыбаемся и машем деп. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Вот не надо бар ғой, адамдармен сөйлесу кезінде, серьезный бичфейс жасап, деп тұрудың қажеті жоқ. Егер де, конечно, кейбір жерлерде серьезный болу талап етілмесе, а так, егер де сен күлсең, сен сразу адамдарға более жылырақ болып көрінесің, более жағымды әрі энергичный болып көрінесің. Адамдар сені, барлық қоршаған адамдар сенімен танысқысы келіп тұрады. Себебі сен оларға ашық болып тұрасың. Нөмір 2. Тазалық және де стиль. Досым, яғни сенің қандай киім киетінінде, сенің артық шашынды қырып, тап-таза болып жүретінінде маңызы бар. Себебі сен маған десе өте харизматичный красавчик бол. Бірақ егер де сен бомж сияқты киініп ап, сасып жүрсен, ешбір адамдар тіпті сенімен сөйлескісі де келмейді. Сондықтан да әрдайым жуынып, қырынып, мыж-мыж емес, өтіктелген киімді киіп жүріңдер. Вообще негізі адам баласы әп-әдемі болып жүруге ұмтылу керек. Ал мұсылмандар тем более. Себебі Алла тағала ол сондай әдемі және де әдемілікті жақсы көреді. Нөмір 3. Тыңдай біл. Яғни көп сөйлегенше көбірек тыңдай білген дұрыс. Алла тағала саған бекерден бекер ауыздан біреу ғана, ал құлақтан 2 берген жоқ. Яғни адамдармен қарым-қатынас кезінде саған тыңдай білген дұрыс. Бұны қазір вообще ешкім соблюдать етпейді. Байқаған шығарсың, мысалға бір групповой кездесулерде, сен сыныптастарың или достарың барлығы бір-бірін перебивать етіп, мен вот кеше мен болсам мынау. Сен әлі айтып біткен жоқсың ба? Ладно, айтып ал, онда мен потом айтам деген сияқты. Бір-бірін сөйтіп таласып отырады сөйлесуге. Осы жағдайда егер де сен басқаларға ұнағың келсе, ана балалардың істеп отқан нәрселеріне тура қарама-қарсы нәрсе жасау керексің. Яғни сұрақ қоясың да, тыңдап қана отыра бересің. Сұрақ қоясың да, тыңдап қана отырасың. Нөмір 4. Адамдарды аттарымен атай біл. Құр ғана брат, квадрат дей бермей, егер де адамдардың атын білсең, онда атымен атай біл. Себебі любой адамның құлағына, олардың есімі кез келген тілде балдай тәтті болып естіледі. Сондықтан егер де сен бірінші кездесуде уже адамның атын жаттап алып, кейін қолданатын болсан, ана адамдар төп саналық деңгейде былай ойлайды. Мына жігіт уже мен атымды жаттап алыпты ғой, демек мен ол үшін құрғана бір бос орын емес екенмін ғой деп ойлайды. Сөйтіп, сен ол адамдардың көзінде бірден тартымды әрі жағымды адамға айналасың. Нөмір 5. Шын мәнінде өзің болу. Яғни адамдарға идеальный болып көрінуге тырыспау. Өзінің кемшіліктерінде ұялмай-ақ көрсете білу. Бір сөзбен айтқанда өзің болу. Адамдар саған тартылу үшін, олар өздерінің сенімен бірдей жағдайда екендігін білуі керек. Яғни сенің де,
олардың де кемшіліктері бірдей екендігін сезіну керек. Яғни сенің идеальный гладкий емес екеніңді, сенің де кедір-бұдыр жақтарында бар екендігін білу адамдарға сенімен жақындасуға деген үміт сыйлайды, мүмкіндік береді. Айтқан сөзіме сенбейсің бе? Қазір саған бір мысал көрсетейін. Мына жерде бір жерде ойыншықтарым жатып еді. Міне таптым. Мынау, допустим, бір қыз деп ойла. Ал мынау идеально гладкий сен. Ол қыз сенімен танысқысы келеді, жақындасқысы келеді. Сөйтіп екеуің қосыласыңдар да, бірақ мына қыз құлап қалады. Неге құлайды? Себебі ол саған жабыса алмайды. Өйткені сен бәр жерің идеальный. Сен идеально гладкийсің. А вот стоит кішкене ғана, кішкене ғана сенде бір кемшілігің бар болса, ол қыз уже сенің сол кемшілігіне қарап, екеулерің жақындасып кетесіңдер, ортақтасып кетесіңдер. И бұл қыз спокойно саған жабысып қалады, сол кемшілігіне қарап. Осы себепті кемшілігінің бар екеніңді білу, өзінің идеальный емес, искренне екеніңді көрсету адамдарға сені тартымды қылады. Видео ұнаса лайк, подписка, келесі видеоларда кездескенше.